Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кальций элементінің биологиялық маңызы. Кальций адам ағзасында ең көп таралған биоорганикалық элемент. Бұл элемент көптеген маңызды биохимиялық реакцияларға қатысады. Ол жасушалардың бөлінуін, өсуін, өлуін және оттегі мен қоректік заттарды дұрыс жеткізуін бақылайды. Қаңқаның дұрыс қалыптасуы және дененің қалыпты өсуі үшін балаларға кальций қажет. Ересек адамның денесіндегі кальцийдің жалпы мөлшері 1 килограммнан асуы мүмкін. Оның 99% адамның тістерінде және сүйектерінде болады. Кальцийге тәуелділік қажеттілігі 500-800 құрайды. Жүктілік немесе емізу кезінде 1200-1000 жарымға дейін артады. Сүйек және сүйек өнімдері кальцийдің басты көзі. Бұл өнімдерді ағзаның кальцийге деген физиологиялық қажеттілігін шамамен 80%-ға қанағаттандырады. Басқа тағамдарға келетін болсақ, олар ақсерке, жержаңғақ, грек жаңғағы, күнбағыс дәнегі, сарымсақ, шомыр және жасыл көкөністер. Кальций адам ағзасында тамақпен бірге түсіп, ішекті сіңеді, ал зат алмасу процесі сүйектерге жүреді. Ағзадан бүйрек арқылы шығарылады. Элементтің дұрыс шығарылуы мен сіңуді дәрімен арқылы жүзеге асады. Ағзадағы биологиялық рөлі фосформен бірге сүйектерді берік қылады және тістерді сау етеді. Жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуіне қатысады. Жасушалардың процестердің реттейді. Қалыпты жүрек ырғағын сақтап, жалпы жүрек тамыр жүйесіне әсер етеді. Эндокриндік бездердің жұмысын қалыпқа келтіреді. Қанның ұю процесін қатысады. Ұйқысыздықты арылуы көмектеседі. Кальций жетіспеушілігінің салдары: сүйек тығыздығының төмендеуі және сүйек сынуы, остеоартрит, остеопороз, шаршау, жалпы әлсіздік, сіңір тартылуы, бұлшықеттің ауруы, несеп тас ауруы, балаларда мишель ауруы. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.